Пайғамбар айтқан, кеш батқан кезде балаларыңды үйлеріңе кіргізіп, есікті бәрін жабыңдар деген. Бұл шайтандардың түнде шығып атқан сәті екен. Сондай бір сәтте қаланың ішінде бір жігіт келе жатып, пешоқот дейміз ғой, бір баланы қағып кетеді де машинасымен. Сөйтіп жаңағы бірден тоқтап, машинасын салып алып, айдап отырып, емханаға алып барады. Сөйтіп барып ананы дәрігерді шақырып, мына баланың осындай жағдай болды, тез мынаған көмегін көрсет десе, дәрігер жарайды, көмектесеміз, оңаша сөйлессек бола ма деп, ойын ашық айтты. Енді білесің, қазір дәрі ақша тұрады, анау ақша тұрады деген сияқты. Ана кісі, мен сені түсіндім деген. Сен айтқан ақшаны мен алып келем қазір. Сен балаға көмектесе бер. Мен қазір үйге барып, достарымнан қарыз сұрасам ақша кеп берем саған деп, жарайды деп, асығып кетеді мәжесіне. Барып үйіне барып ақшасын алады. Достары бар, басқа бар, әрдір ақшасын жинап, сөйтіп жаңағы жерге кесе, бала жатқан жерінде жатыр. Қарамағанда оған бетін жауып қойған дейді көмекшілері. Ашса бала қайтыс болып кетті.